Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Бөлімнің атауы сәулет. Бірінші сабақ. Әкем сәулетші. Сегодня начинаем новый раздел. Называется раздел «Архитектура». Первый урок. Мой отец архитектор. Бүгінгі сабақта сәулет туралы білесіңдер. Тірек сөздер негізінде сөйлемдер құрастырасыңдар. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повторяйте новые слова. Сәулет, архитектура. Сәулетші, архитектор. Құрылыс, строительство. Құрылысшы, строитель. Ғимарат, здание. Жаңа, новый. Көп қабатты, многоэтажный. Жоба, проект. Жаңа сөздермен сөйлем құра. Составь предложение с новыми словами. Например, сәулетші, архитектор. Сәулетші үйдің жобасын жасайды. Архитектор разрабатывает проект дома. Менің әкем сәулетші. Мой папа архитектор. Құрылысшы, строитель. Құрылысшы үй салады. Строитель строит дом. Құрылысшы көп қабатты үйлер салады. Строитель строит многоэтажные дома. Жоба, проект. Жоба жасады. Разработал проект. Сәулетші үйдің жобасын жасады. Архитектор разработал проект дома. Құрылыс, строительство. Құрылыста жұмыс істеді. Работает в строительстве. Құрылысшы құрылыста жұмыс жасады. Строитель работает в строительстве. Мәтінді тыңда. Мен Астана қаласында тұрамын. Астанада әдемі, жаңа, көп қабатты ғимарат көп. Менің әкем сәулетші. Ол кеше жаңа ғимараттың жобасын жасады. Бұл кісі менің ағам. Ол құрылысшы. Әкемнің досы да құрылысшы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. По тексту ответь на вопросы. Мәтінде кімдер туралы айтылды? В тексте о ком идет речь? Әлібектің әкесі кім? Папа Алибека кто? Әкесі не істейді? Что делает отец? Әлібектің ағасы кім? Брат Алибека кто? Ағасы не істейді? Что делает брат? Мәтінді оқы. Нүктенің орнына керекті сөзді қой. Поставь нужные слова вместо многоточия. Мен қайда тұрамын? Мен Астанада тұрамын. Қайда әдемі жаңа ғимарат көп? Астанада әдемі жаңа көп қабатты ғимарат көп. Менің әкем кім? Менің әкем сәулетші. Ол кеше жаңа ғимараттың жобасын не істеді? Жасады. Бұл кісі кімнің ағасы? Бұл кісі менің ағам. Ол кім? Ол құрылысшы. Әкемнің досы кім? Әкемнің досы да құрылысшы. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгін біз жаңа сөздер мен сөйлемдер құрастырдық. Мәтінді тыңдадық. Сұрақтарға жауап бердік. Сау болыңдар.